Сәлем оқушылар, бүгін бізде 55-ші сабақ үш таңбалы санға бөлу алгоритмі. Бірінші тапсырмадан бастаймыз. 2017 жылы ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұрасының тізіміне 1073 нысан кірді. Олардың 832 мәдени, 206-сы табиғи және қалғандар аралас сандар. 165 ел ЮНЕСКО-ның әлемдік мәдени және табиғи мұраларды қорғау конвенциясының мүшесі. Тізімде қанша аралас сан бар дейді. Так, бізде үш таңбалы, бұл бізде бірінші тапсырма, иә? Қазір шығарамыз. Қараңыздар, 1073 нысан болатын болса, оның 832 мәдени және 206-сы табиғи. Екеуін қосып 1073-тен азайтамыз, сонда бізде 35 аралас нысан шығады. Келесі тапсырма. Так, екінші есепте бізге мынандай тапсырма берілген. Есептеп дұрыстығын тексер дейді. Мен мына есепті бағандап шығардым. Қараңыздар, 4167-ні бірінші 463-ке бөлу керекпіз. 463-ке бөлген кезде біз 9-дан береміз. 9-ды 463-ке өткенде 4167 шығады. Келесі есеп мына жерде 5274-ті 586-ға бөлеміз. 9-дан береміз. Сонда бізде 5274 шығады. Келесі, так, үшінші есеп 1539 мына жерде. 1539-ды 71-ге бөлем, сонда 9-дан берем, сонда бізде 1539 и қалдық 0 болады. Келесі 65076-ны 986-ға бөлемін, бірінші 6-дан беремін, 6-ны 986-ға көбейткен кезде 5916 шығады. Енді 5916-ны 65076-дан азайтқанда тағы да 5916 шығады. Дәл жаңағыдай тағы да 6-дан берем, сонда міне 5916 қалдық 0 болады. Келесі есеп 5256-ны бөлем 584-ке. Соңы 6-мен аяқталатын 4-тің таблицасында 9-ға көбейткенде ғана 6-мен аяқталады екен. 9-ға көбейтем, 5256 шығады, қалдық 0-ге тең. Келесі есеп 6183-ті 687-ге бөлемін. Бұда 9-дан беремін, сонда 6183 болады, қалдық 0 болады. 1358-ді 194-ке бөлемін. Қараңыздар, 4-ті көбейту таблицасында қандай санды 4-ке көбейткенде 8-бен аяқталады деген сұрақ қоямыз. 7-ні. Сонда 194-ті 7-ге көбейтем, қайта 1358 шығады. Келесі 93765-ті 987-ге бөлемін, бірінші 9-дан беремін, 8883 болады, азайтқанда 4935 қалады. Және 5-ті түсірем. Сонда 5-ке көбейтемін, и 4935 болады, тең 0. Келесі 11584-ті 362-ге бөлгенде бірінші 3-тен беремін, 3-ті 362-ге көбейткенде 1086 болады. Ал азайтқанда 772 қалады, 4-ті түсірем, 724. 2-ден берем, 724 0 болады. Дәл солай 36512-де дәл солай шығарам, бірінші 5-тен берем, 3260 болады, және бұдан 391 шығады, 2-ні түсіріп, 6-ны берген кезде қалдықсыз шығады. Келесі 12152-де дәл сондай, және 13533-де дәл сондай болып шығады. Келесі тапсырма. Келесі тапсырмада бізде теңдеу берілген. Теңдеуді шығарайық. Қараңыздар, д-ны бөлу керек. Так, мынау қате. Д-ны бөлуіміз керек. Д-ны бөлу керек 524-ге тең болады 3570-ті бөлемін 70-ге. Мына есепті шығару үшін бірінші д бөлу 524 деп жазып аламыз. 3570-ке бөлгенде 51 болады. Д-ны табу үшін 524-ті көбейтеміз 51-ге. Сонда бізде д тең болады 26724. Келесі x-ті бөлемін 258 тең болады 98756, и одан азайтамын 97984-ті. Так, мына есепте шығару үшін x бөлу 258-ді жазып аламыз, мына екеуін азайтамыз. 772 болады. X табу үшін 772-ні көбейтемін 258-ге. Сонда бізде x тең болады 199176.
Келесі есеп. Так, алтыншы есепке назар аударайық. Мектеп асханасында күріш әкелінді. 6 күн бойы күніне 4 кг 500 граммнан күріш жұмсалды. Егер асханада 32 кг күріш қалған болса, асханаға қанша килограмм күріш әкелінген? Мына тапсырмада алтыншы есепті қараңдар. Жұмсалды 6 күн 4 кг 500 грамм, қалды 32 кг әкелінді, сұрақ белгісі деп аламыз. 4 кг 500 граммды біз граммға аударып алайық, сонда бізде 4500 грамм болады. 6 күн бойы 4500 грамм желінсе, онда бізде барлығы 27 000 грамм желінді. Ал 27 000 граммды қайтадан килограммға аударсақ, 27 килограмм болады. Енді бізде 32 килограмм қалды, 27 килограмм желінді. Қанша килограмм болды десек, екеуін қосамыз. Сонда бізде 59 килограмм болды. Келесі тапсырма. Так, бізде келесі 5-ші тапсырма былай. Асханада орам жапырақ салынған 85 бәліш пісірілді. Бұл күріш салынған бәлішке қарағанда 2 есе аз. Орам жапырақ салынған бәлішке қарағанда күріш салынған бәліштің нешеу артық пісірілді. Бізде орам жапырақты 85 деп алдық, иә? Күріш сұрақ белгісі 2 есе аз. Так, берілген осындай болады. Шешуі 85-ті 2-ге көбейтеміз, өйткені орам жапырақ күріштен 2 есе аз. Демек, күріш орам жапырақтан 2 есе көп. Ал сонда бізде күріш 170, күріштен жасалған бәліш 170. Енді екеуінің нешеуі артық екен табу үшін 170-тен 85 азайтамыз, сонда 85 шығады. 85 бәліш артық. Так, келесі есеп 17 қалта ұн 34 кг болады, 25 қалта күріш 75 кг болады. Қанша ауыр? 17-ні 34-ке көбейтем 678, 25-ті 75-ке көбейтем 1875. Екеуінің қанша ауыр екен табу үшін азайтамыз, 1297 шығады. Келесі тапсырма. Так, мына есепте бізде егер тіктөртбұрыш пішінді үстелдің ауданы 126 дециметр квадрат, ал ұзындығы 14 дециметр болса, ені қанша болады дейді. Мысалы, мынаны біз тіктөртбұрыш деп алайық. Осы ұзындығы 14, мына ені белгісіз, е? Бізде ауданның формуласы S тең А көбейту Б. Осыдан аудан 126-ға тең болады, ал ұзындығы 14-ке тең болады. Сонда ені бізде белгісіз. Осы енін табу үшін біз 126-ны 14-ке бөлеміз. Сонда бізде ені 9 дециметр шығады. Келесі есепте осы үстелдің периметрін есепте. Периметрдің формуласы ұзындығы енін қосып 2-ге көбейтеміз. Ұзындығы 14-ке тең, ені 9-ға тең. Қосамыз 23 болады, және 2-ге көбейтеміз 46 болады. Келесі тапсырма. Так, мына есепті қарастырып жіберейік. Аспан астындағы ашық музейге келушілер саны 3 күнде 11875 болды. Бейсенбі күні келушілер саны сенбі күнге келгендерге қарағанда 3 есе кем болды. Ал жұма күні 3875 адам келді. Осы 3 күннің әр күндегі келушілердің санын тап дейді. Қараңыздар, мен берілгені былай жаздым. 3 күнде 11875 адам. Бейсенбі күні сенбі күнге қарағанда 3 есе кем. Жұма күні 3875. Енді мен бейсенбі күнді x деп алдым, сенбі күнді 3x деп алдым. Өйткені ол бейсенбі күнге қарағанда, егер қараңыздар мына жерде бейсенбі күні сенбі күнге қарағанда 3 есе кем болса, онда сенбі күні бейсенбі күнге қарағанда 3 есе артық деген сөз. Сондықтан да мен бейсенбі x болғандықтан сенбі 3x болады. Жұма 3875. Үшеуінің қосындысы менде 11875. Енді x-ке 3x-ті қосам және 3875-ті қосам, сонда 11875 болады. 3x-ке x-ті қоссам 4x және 11875-тен 3875 азайтсам 8000 болады. Осы жерден x менде 2000 шығады. Теңдеу арқылы шығарамын. Так, бейсенбі күні сонда орнына қоятын болсам, x-тің орнына 2000-ді қоямын. Мына жерге x-тің орнына 2000-ді қойсам, сенбі күні 2000-ға 3-ті көбейтсем 6000 шығайын деп тұр. Келесі тапсырма. Так, келесі бізде теңдеу. Бірінші теңдеу x бөлу 792 тең болады 46865 бөлу 721. X бөлу 792-ні жазып алам, екеуін бөлгенде 65 шығады. X-ті табу үшін 65 пен 792-ні көбейтем. Сонда 51480 шығады. Орнына қойып тексергенде дұрыс шығып тұр. Келесі y азайту 4760, оны көбейтем 568-ге, сонда менде 81224 шығу керек. Так, бірінші жақшаны үшін жазып алам, теңдейм. Теңнен кейінгі санды жазам да 568 көбейту деп тұр ғой. Көбейтуге қарама-қарсы бөлуді жазам. Сонда ары қарай менде 4903 шығады. Тіркеліп лайк басып кетіңіздер.